Бәріңе сәлем достар. Осы видео басталмай тұрып, мен сіздерге айтайын дегенім. Мен каналыма көбінесе адамдар тіркелмей қарайды. Сондықтан да қазір тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ал енді осы видео басталатын болады. Сәлем, менің атым Артем. Білесіздер ме, менде өмір бойы сәттілік болып жүр. Шын, бірақ соншалықты емес, лотереядан ақша ұтатындай. Мен кіші кезімде жоғалып кеткен заттарды таба алатынмын. Олар әртүрлі жерлерде болуы мүмкін. Сол жерлерге адам да қарамайды. Сол қарамаған жерлерден мен заттарды таба алатынмын. Сондай менде қабілетім бар. Айтайын дегенім, сол қабілетім өмір бойы маған көмектесетін. Мысалы, емтиханда мен ең жеңіл сұрақтарды алатынмын. Менімен оқитын адамдар соның кесірінен мені ұнатпайтын. Мен институттан кейін жақсы жұмысты таптым. Бәрінен бірінші. Сол жұмысқа барлығы барғысы келген. Жеңіл ақша таптым ба, саяхатқа кеттім. Барлық Европаны көріп келдім. Маған ұнағаны Франция. Содан кейін сол жерге көшейін дедім. Сендер уже мені ұнатпай бастадыңдар ғой. Иә, бірақ та соңына дейін көріңдер. 1-2 жылдан кейін мен ақша тауып Париждің қасына көштім. Мен французша білмейтінмін, бірақ та ағылшынша жеңіл сөйлейтінмін. Бір кезде жұмыс табу керек болды. Ол өте қиын болатын. Осы жерде менің қабілетім көмектесті. Мен биржа брокерге орналастым. Өйткені менде образование болды және де білетінмін. Содан кейін мен компанияның акциясына қарау керек болдым. Бірақ менің қабілетіммен ол өте жеңіл. Көп уақыт бойы мен компанияға ақша тауып отырдым. Маған көбісі қуанды. Мен де қуандым. Бір күні маған бір нәрсе болды. Мен акцияның бағасын ауыстырып алдым. Мен көп ақшаға сату керек болғанмын. Және де ол акция көп болатын. Ал мен бір акцияға $1 деп қойғам. Ол акциялар өте көп доллар тұрды. Білмеймін, мен қалай солай істедім. Мен қорықтым. Және де биржаны тоқтатуға болмайтын. Мен қарап тұрдым, қалай акциялар $1 сатылып отырғанын. Солай мен компанияға өте көп ақша қарыз болдым. Мен сәттілігім керек емес кезде жоғалып кетті. Мен Ресейде тұрсам, менің барлық затымды алып кетуші еді, немесе де өлтіруші еді. Мен сол кезде қуандым, өйткені мен Францияда тұрғанмын. Мені қарыз біткенше дейін жұмыс істе деді. Менің көбінесе зарплатам компанияға кетіп отырды, ал азы маған. Шын айтсам, мен жаман іс жасадым. 1-2-3 Өтірік пе, көп ақша алуға. Жай адам жақсы жұмысқа орналасып қарызды төлеп отырушы еді. Мен досымның сөзін есіме түсірдім. Ол қызын тастады, бала туылған кезде. Сол кезде сотқа берді, ақша төлесін деп. Ол күзетші болып жұмыс істеу бастады. Сол кезде мен де солай ойландым. Ол жерде бала емес, байларға зиян келуші еді. Мен аз ақша беретін жұмысты таптым. Содан кейін мен аз ақшамды қарызға төлеп отырам. Менде уақытым көп болды. Сол уақытты ойынға немесе кітап оқуға кетірем. Міне достар, осы оқиға бітті. Сіздерге осы оқиға ұнаса, онда лайк басып, каналға тіркеліп және де комментарий жазыңыздар. Және достар, мен ауырып тұрмын. Соған енді кешіріңіздер. Видеоның дауысы дұрыс болмаса. Ал онда достар, сау болыңыздар.